Ассалаумағалейкум. Дәл осындай BMW E39 автокөлігі. Бұл көлікте бізде кілтін жоғалтып алған. Сосын басқа кілт қондырғаннан кейін көлік қызбай қалған дейді. Мен сізге қазір көрсетейін қандай кілт екенін. Дәл мен осындай кілт разбордан сатып алып, замогын тек қана ауыстырған, бірақ мұның ішінде чип болмай шыққан кілттің ішінде. Сондықтан қазір кілтті ашып қуатын болсаң, ешқандай белгі жоқ. Клиенттің өзі үйінен бірдеме қылып ашып қарауға тырысқан, бірақ ешқандай мүлде пайда болмаған. Сосын бізге автосервиске алып келген болатын. Егер жаңағыдай алыс жерде тұратын болсаңыз, Өзен, Ақтау, Өзен, Бейнеу, Сайөтес, Шетпе деген жерлерде тұратын болсаңыз, мына жерде, дәл осы жерде EOS коробка болады. Мына жерде осылай. Осы EOS коробканы шешіп алып келсеңіз болады. Қазір осы коробканы алып кетеміз лабораторияға. Осыдан жаңа чип шығарып, жаңа кілт шығарып, бәрін жасатып көретін боламыз. Осы EOS-тың ішінде негізде чиптің памяттері бар. Осы чип болмай көлік қызбайды. Сіз маған осы EOS-ті әкеліп берсеңіз, мен сізге дәл осындай чип жасап берем. Дәл осындай өзінікі родной, кнопка ешқандай жоқ. 5 чип болған. Бірақ мына жерін тесіп, дрелмен тесіп, сверломен ішіне чип салған болатын. Бірақ бұл чип жасамай қалған. Қазір біз дәл осындай ішіне салып беретін болам. Чипті мынаның ішіне саламыз. Сосын микросхеманы былай ішіне қойып, платасын жауып тастайтын болам. Міне біз келген болатынбыз. Қазір осыны қондырайық, көрейік. Жаңа айтқандай EOS коробка дәл осы жер. EOS-ті бекітеміз, салдық. Әзірше іліп тұрсын. Осылай міне. Мінеки. Көлік қосып тұр, қызып тұр. Бір мың оборотта. Осындай кілтімен барлығы. Сондықтан дәл өсіп осы көлікті бойығыны біз кілтін жасап берген болатынбыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сәттілік, лайк басып жазылайық ағайын. Баршаңызға амандық тілеймін.